Ассалаумағалейкум автосүйер қауым. Майкар KZ арнасы сіздермен қайта қауышты. Бүгін бізде жаңа жоба, жаңа рубрика жұлдызды қонақпен бірге шолу жасайтын боламыз. Ендеше бүгін Mercedes-Benz көлігінің E сегментіндегі 30 миллион тұратын ешкасы. Trap Corleone inhibition not pursuing money power in for me the unholy is booing walking to the club and you know who song they be queuing I'm the greatest out of TVX that's ever gonna do it. Эй, роднойлардың роднойы. Меценат десем бола ма? Меценат десем бола ма? Әумин, меценат. Ең жас меценат. Мен айтып отырмын, меценат. Меценат өзінің анықтамасын беріп жүрді. Көмектесетін жақында ғана, шүкір жақында ғана 100 миллионға жуық өзінің аудиториясымен жинап тастаған бауырымыз. 106 миллион. 106 миллион, айту керек. Біреулер 6 миллион жинай жүрді. Шүкір. Аллаға мұнда бір шүкір. Очки киіп тұрған күн жоқ қой, не үшін очки киіп тұр деп ойлап қалмаңыздар. Просто кішкене жаңа ұйқыдан тұрған ғой, көзіміз тұр. Күн қайырлы болсын баршаңызға. Шақырғаныңа рахмет. Шын жүректен бірінші мында Жансеріктен бастайын дедік. Арты жақсы болсын деп, жақсыдан бастайды ғой. Бүгін бізде Жансеріктің көлігі, Жансерік бізбен бірге шолу жасап, өзінің көлігінің барлық қыр-сырларымен, минус пен плюстарын таныстыратын болады. Ендеше Жансерік бастай берейін ба? Тізгін өзіңде. Мен білетінді айтам. Мен жаңында жүріп, сен маған потенциальный сатып алушыға түсіндірген секілді түсіндіретін боласың. Біріншіден, бұл автокөліктің енді жаңағы айтты ғой, қалай дедің, күшті айттың? E сегментіндегі. E сегментіндегі. Премиальный дейді ғой, бұл жоғарғы класс болып саналады. Бірақ S класстан кішкене төменгі, бірақ бизнес классқа кіретін көлік болып саналады. Дұрыс айтады Ерғазы. Сосын таныстырсай, жалпы. Мен бұлай енді андай қарапайым сыртқы экстерьерімен бірінші таныстырамыз да, экстерьерімен. Ұнайтын жерлерін, сыртындағы ұнайтын енді халықтың арасында жүрген андай өте банальный заттарды айтып берейін. Дальше енді өздеріңіз интернеттен қосып қоярсыздар. Бұл Mercedes-Benz автокөлігі E200, 213 кузов, негізі E200 жатады, бірақ 213 кузов. Енді дисктарына келетін болсақ, 19 размер, цветі көк, құны 30 миллион тұрады. Енді қазіргі таңда енді бұл ретінде алатын болсаңыздар, яғни қолданылған бірінші, екінші хозяиннан, яғни уже жүрілген автокөлікті алатын болсаңыздар, примерно рынокта бағасы бір 24-25 миллионға табуға болады. Бұлай іздесеңіздер, енді 23-ке де табуға болады. Көрермендерімізден бірінші сұрақ, бұл сол бағаға тұратын көлік па, тұрмайтын көлік па? Сен алғанға қанша уақыт болды? 1 жылдай уақыт болды. 1 жылдың ішіндегі сенің өзіңнің шынайы андай эксперттік ойың. Енді негізі андай халықта сөз бар ғой біздің қазақта. Мерседестің аты Мерседес дейтін. Сондай ғой, енді мен осының алдында Камри айдағам, 70 айдағам, одан да 40 айдан. Бірақ енді по-любому жүрісі бөлек енді. Корабль деп айтады ғой Мерседес. 70 жетпейді. Енді ол Камри ғой енді. Жаңағы орта бір қайсам ғой, комфорт класс, но енді как уже люксқа кете ма, кетпей ма? Кетпейді ғой. Люксқа сәл жетпейді. Сәл жетпейді. Сәл мақтайын деп едім, оны көп. Сыртындағы ұнайтын нәрселерін айтшы, түріне мысалы, экстерьеріндегі ең қатты ұнайтын нәрселер. Ең біріншіден маған түсі ұнайды, цветі өзіме. Ақ емес, қара емес, банальный емес. Бұл енді хамелеон. Түнде қап-қара болып кетеді. Күндіз жүргенге осындай жаңбыр, мысалы қазір қара сияқты көрініп тұр ма? Қазір қара сияқты көрініп тұр. Темный болып тұр ғой, фиолетовый. Айтшы, брат, сен қара сияқты көрініп тұр. Қара сияқты көрініп. Осындай күн бұлттанып тұрған кезде қара сияқты болады. Негіз күн шыққан кезде кәдімгідей көк көмек болып кетеді. Көк көмек болып кетеді. Сен алған кезде саған автосалоннан қандай түстерді ұсынды? Қандай түстері бар жалпы бұл көліктің? Негізі бұны в наличие табу қиын. Яғни қазір енді автосалонға бара салып алу, заказ беру керек. Мысалы, әр детальді өзің заказ бересің. Мысалы, маған осындай жаңағы сидениясы осындай. Комплектациясына байланысты, маған яғни люк керек емес деген секілді. Люк керек, полный комплектация алатын болсаң, оны да өзің жинай аласың.
Мерседестің енді бір өзінің плюсы деуге болатын шығар. Жаңағы клиент келген кезде өзіне ыңғайлы етіп комплектацияны құрастырып алуға болады. Допустим, мынаған негізі мен Мерседеске бар заказ беретін болсам, тағы да функциялар қосуға болады жалпы. Деп естігенмін. Көріп отқан ондай жоқ қой дейтін болсаңыз, мен енді солай білем. Жалпы көлік 20-шы жылғы, бұл жақтағы 20-шы жылғы ерекшелендіріп тұратын ол міне светодиодты фараларымен және де мынау решетка радиатордың мынау несі ғой, решеткасы, Иә. Бірінші кезекте барлығының көзіне осы түседі. Дұрыс па? Негізі енді былайша айтқан кезде, маған енді бұл фаралары, арттыңғы фаралар, алдыңғы маған морда дейді ғой енді. Түрі әлпеті. Түрі әлпеті мордасы деп енді айтып жатады ғой жігіттер. Түрі негізі маған өте қатты ұнайды. Алдыңғы 2000 осы алдыңғы кузовтар бар ғой 2018 жылғы. Олардың арттыңғы фаралары маған ұнайды да. Мыналардың басында арттыңғы фаралар ұнамайтын, бірақ 223 осылай шыққаннан кейін уже көзге ұнай бастады. 23 осындай ғой дедің бе? Оны күн жаман суық. Жағып көрсетіп салу керек еді ғой. Жағып көрсетсе, иә. Қазір Жансерік көлік жағып атқан кезінде Майкар KZ арнасында осындай көліктердің түрлі-түрлілері бар. Сіздер қосымшаны жазып, жүктеп, ол жақтан қарай алатындарыңызды біз комплектациясында таңдай аласыздар. Құрметті көрермендер, енді машинаны жумады деп ренжімеңіздер, дайындалмай келіп, просто погода сондай болып тұр. Жаңа ғана кеше ғана жуып едім, негізі түнде далада тұрған ғой, сонымен осындай болып қалды. Жаңа ғана қарағанда тап-таза болып тұрған. Міне бұл фаралары қазір осылай шығып жатыр. Рестайлинг дейді ғой, жаңа несі. Жаңа түрі осылай шығып жатыр. Қазір жаңадан шығып жатқан 223 S класстарда да осылай шығып жатыр. Демек, бір қалай айтсам болады, революция, бір өзгеріс болып жатыр. Вот солай. Фоматик 4VD, 4 дөңгелегі де тартады. Трассада енді өз-өзін ұстаған кезде кәдімгідей енді желательно енді баспау керек, бірақ та бір енді көресің ғой. Көлемі 2 деген ол өте төмен, ол қаланың ішінде жүретін көлік деп жатса, сен не дейсің оған? Бұның объемы 2 негізі, бірақ 2 турбо. Битурбо, примерно бір 3 сияқты жүреді ғой, 3,5 сияқты жүреді. Турбо өзінкін ойнап беріп тұрады дейсің ғой. Бірақ енді қаланың ішінде өте бензин, мысалы, аптасына полный бак бір рет құйсан, жүріс тұрсын, анау айтқан көп болмаса, бұлай в среднем жүрсен, бір 6-7 күнге смело шыдап береді. Полный бакқа қанша литр? Полный бакта сол стандартқа 60 литр ғой. 60 литр. Сонда 100-ге қанша жеп тұр? 100-ге негіз қаланың ішінде жай жүрсен 7-8 жейді ғой. 7-8 жейді. Ой, 10-7-8 деген трассада жейді. 10 жейді ғой. 10-12 жейді ғой. 10-12 жейді. Нормально. Біз кейбір кезде бас 14-15-ге, 16-17-ге апарты. Сен көлікті алғалы қазір бір нәрселер жасадың ба көлікке? Басым қатып қалды. Бізде қайтпай осындай погоданы таңдап алғанбыз, Енді, дырр деп тұр ғой. Көп сұрайды, дизель ма деп ше? Тарсылдап шығып тұр. Бұл енді неге байланысты? Жаңағы битурбо ғой. Содан кейін дауыс осылай шыға ма? Деп ойлаймын енді өзім. Деп Жансерік айтып тұр, анау перекуптар сияқты. Бұл деген ондай емес, бұл деген компрессордың дауысы деген секілді. Міне бұл жақта 2 көлемді осындай битурбо қозғалтқыш орнатылған. Жалпы бұл E классындағы көліктерге неше түрлі электрокарлар, электродвигательдерден, қозғалтқыштардан бастап дизельда қойылатын болған, барлығы қойылатын болған. Жалпы бұл алдыңғы моторлы, артқы жетекті және де толыққанды 4 матик деп болған айтқан секілді толық жетекті көлік болып келеді жалпы E классында. Жалғастыра беріп, брат. Ештеңкесін жасаған жоқсың ба? Жоқ, жасамадым. Ештеңкесін жасаған жоқ, ашқан жоқсың жалпы бұны? Ашқан жоқпын. Ана су құятын кезде ашам. Лобовой түсірту үшін. Болды, басқа тиіскен жоқсың. Бір жылда қалай тұрсың? Бір жылда, Әкел, жүр. Айбай, мен жай ойнап жатсам, ойладым. Жоқ, бұлай болмайды екен негізі. Мысалы, біз қоямыз да, итереміз ғой. Байстырған емес, в целом болмайды екен. Сразу тастау керек екен. Ішіне өтеміз ба енді? Автоблогер. Мін дисктарын бір түсіріп жіберіңіз. Дисктар енді бұл андай көлемдегі деңгейлес. Ұрасысан бірден ке. Өтірік айтамын. Бір нәрсе ақылды нәрсе айтайын деп отырмын десем. Жақсы, ендеше құлағым болады. Ішіне өтіп, біз негізі жауырып тонып қалдық қазір. Сіздерге барынша шынайы болсын деп, ештеңке тоқтатылмай барлығын үзбей жалғастырып түсіріп жатырмыз. Енді ішіне кіріп, Жансеріктің жалпы осы көлікпен болған қызықты сәттері және де минусы мен плюстарын білейік. Сыртында тұрып енді минустарын айтпады, ішіне кіргеннен кейін бәлкім айтып қалар. Кеттік. Өз жерде тұрып айта бере ме? Мұнда біз шолу жасап, өзіміз жылынып, не айтамыз деп отқан кезде, мұн жақта Жансеріктің
оқырмандары Роднаялар келіп тұр екен. Жансерік фотоға түсіп алсын. Қазір кішкене шолды тота. Келіңіздер. Жансерік суретке түсіп алайын. Дәнәм жүгірді. Қайсыздар? Суретке түсіп алсақ болады. Қайсыздар? Давайте. Здравствуйте. Мен роднойлар, бізде роднойлармен мынандай бар. Роднойлардың бәрі маған барни береді көргенде. Басқа қалаларға барғанда кәдімгідей күтіп алып, осындай барни алады. Рахмет үлкен. Құдай қаласа барни завод ашам деші. Кәме, не қытыр ғой? Ассалаумағалейкум, машинаның ішіне кірдік. Күндегенен страшно суық кәдімгідей. Қатық балдық, Әшейін қыстан да суық, или біз жұқа киіп жүрміз. Короче, мен енді былай примерно обзор жасап берейін. GoPro ғой енді. Күшті көрініп тұр ғой. Короче, енді бұл панель, бұл салон негізі біраз жігіттердің, біраз қыздардың арманы десек те болатын шығар, өйткені өте стильно жасалған, және де енді былайша айтқан кезде богато деген сөз бар ғой. Дорого и богато дейді. Дорого и богато, иә. Мерседестің енді жалпы маған енді сырты, кузов барлығы ұнайды, бірақ та осы панеліне мен ерекше ғашықпын. Мысалы, мына жақта енді светтің түнге қарай свет жанып тұр ғой. Осының түстерін өзгерте беруге болады. Мына кәдімгідей түнде бүйтіп сторис түсіресің ғой, бүйтіп келе жатып андай жігіттердің стористары бар ғой, бүйтіп айдап келе жатып ше. Настроениеңе қарай. Ой, жан дейді. Өлі. Қараңдар, сразу көрсетем, сразу. Мына әшейін телеграм канал. Өшіп қалады екен да. Түсіріп отыр, өшіп қалады. Мына телеграм канал, роднойлар осылай кіргізіп қойыпты. Жан деген жан серік қой, үйтіне алмаңдар, Сәл маған группаласым. Осы күнге келетін болсақ, бүкіл группаластармен суретке түскен. Бәрі шықпай алады. Ақталу басталды деш. В общем, сондай. Сторис түсіргенге жақсы деп айтайын деген ғой, короче. Осы 0,5 тоқ қойсын да кете бересіз. Вот панелі осындай, жалпы жаңағыда енді түстерін өзгерте беруге болады деп айттым, нақта. Декор элементтеріне байланысты мыналардың дауыстары шықпай ма, қалай? Жоқ, ешқандай дауыс шықпайды, нақта енді. Скрип, андай тақырып. Жоқ, шықыр-мықыр бәрінен Мерседес өте жақсы ұйымдастырған. Енді печкалары жаңағы салқын ыстық ұрады деген сияқты. Мен қандай автоблогермін, ыстық салқын ұрады деген не әңгімелер үшін. Қойшы деп жазатын көмінде. Енді мына жақта экранды управлять ететін, мына жақта мышка сияқты ғой, короче, мышка сияқты. Сенсорный. Мына жақтан басып қойсаң, допустим, эко-режим, пробкада тұрған кезде дауыс шықпай қалады, дауыс шығару, автохолд деген, короче, мысалы келе жатасың, допустим, көрсетейін, осылай келе жатасың, пробкаға тұрасың, допустим, мысалы, D-да тұр ғой, қазір D-да тұр, D-да тұр, торыңызды қатты басып қойсын, болды, аяқты жібере саласың, бірақ D-да... Холд деп жазылып тұрады. Холд деп жазылып тұрады, бірақ D-да тұра береді. Қайттан тұрыңыз ашы? Пробкада тұрған кезде. Тұрыңыз бассан кетпейді. Бұл холд бөлек тұр, дұрыс па? Эко-режимді қойып қоямыз. Машина өшіп қалды полностью, дауыс шықпай қалды. Мазаны алмау керек қой, бұл мазаны алмау керек. Міне бұл аны деп тұр ғой, солай. Бүйтіп. Бас қойсын. Қайтып оталды. Осындай, короче, эко-режим. В общем, сондай, мынаның барлығы полностью сенсор. Мына жақта кнопкалардың барлығы телефон алу, сөйлесу, дауыс шығару, жаңағы бүкіл функциясын көрсетеді, майдың уровені, одан кейін не бар? Бәрін көрсететін, күштем қараңдар. Мына жақта радио, мысалы, дизайн дауыстыруға болады, то десең, тоға кіресің. Мысалы, қандай сообщение келіп тұр саған шинадан болмаса, бүкіл информация мынаның ішінде бар. Жалпы ошибка шықпаса, соны өшіріп тастауға болатынын айт. Ошибка шықпаса, мен сол ошибканы қабылдаймын, сол ошибкамен өзім жүре беремін дейтін болсам, ол ошибканы былайша айтқан кезде өшіріп тастауға болады. Неше түрлі, енді бүкіл жалпы ошибка болсын, басқа да функция болсын, өте, мысалы, айдап отқан түсінбейтін адам үшін өте күшті жасалған бүкіл нәрсе. Мысалы, қай жерінде проблема болып тұр, сразу шығарып береді. Көп нәрсе негізі салонда жаңағы бұл именно осы ешкан салонынан ұнайтын нәрселерді айтып жатырмын ғой. Мысалы, мыналардың барлығы, мысалы, бұл не? Ағаштан жасалған. Кәдімгі ағаштан жасалған. Мынау кожамен тікілген. Сол енді алатын болсаңыздар, мен мына жерге өзім телефон номерімді тастап кетем. Хабарласыңыздар. Окончательно 29 деп отырмыз, в общем, деп сат жүрсін. В общем, сондай. Нақта кнопкалар.
бірақ енді так Бұл көлікте 5 ключевой доступ. енді бір өкініштісі бұл жерде енді 30 миллиондық автокөлік болғанымен 30 миллиондық автокөлік болғанымен бұл жақта присоска жоқ, яғни присоска деген енді өздеріңіз білесіздер ғой, бүйте салғанда өзі тартып алу керек. Присоска жоқ и 30 миллиондық автокөлікте осылай қолыңмен жылыстасын ары бері. Кнопкамен жоқ, электронды жоқ. Орындықты кнопкамен жылыстасын. Мен енді оны былай түсіндім, мен білмеймін. Тартпа арқылы деші, андай кәдімгі бұрынғы машиналар сияқты. Иә, бұрынғы машиналар. Енді былай түсіндім, бұл енді кішкене өте скоростной машиналардың бірі ғой. Сол үшін мүмкін адамға ана мен құдай сақтасын бір не жағдай болған кезде сен дыз деп отырып кнопкаң істемей қалуы мүмкін ғой. Мысалы шыға алмай қалсаң машинадан, сол кезде дей саласың да мысалы. Ситуациядан шығу level жансерік қой. Level де. Level ма? Level. Level емес пе? Балалар білмейді деп. Мына жарық ұнады маған. Жарық өте машинаның ішін полностью қараңғыда жарық қылады. Мына жақта енді как обычно ешқандай особенность жоқ. Мына жақта кнопкалардың барлығы люк жоқ, полный комплектация болмағаннан кейін жарықтар өте жақсы жанады. Очки бар ма жоқ па? Очки бар ғой, басында киіп жүрген қара очки. В общем, сондай салоны жалпы арты негізі мойындау керек сәл. Ой, мынау кім ол деп қатты кетсең. Салоны енді алдыңғы мысалы водитель мен жаңағы қасында отыратын адамға жағдайдың барлығы жасалған. Пассажир, арты кішкене тарлау. Ну, ешкім жалауат етпейді. Мына жақта гардероб, костюм тұрады. Ана ойыншық қалып кетті. Кім ойыншық екен ол? Кімге берілетін ойыншық екен ол? Деп па. В общем, сондай. Мына жақта енді музыка тыңдауға болады, жаңағы мысалы мына жақта өзінің информациясы, комфорт. Мысалы қанша уақыт кетті мынаның барлығын игеру үшін мынаның ішінде? Негізі өте жаңа айттым ғой, жеңіл жасалған. Мысалы ошибка шықса, ошибка. Кнопкаларды басып отырсаң, өзің түсініп аласың. Мысалы мына жақта цветтерді өзгертуге болады, мысалы ше. Өзің отырып, өйстіп қарап отырсаң, енді өзіңе ұнаған түстерді панельге қойып қоюға болады. Настроениеге жасыл болып отыр да. Жасыл ешкім қоймайды шығар. Жасылды ешкім қоймайды. Мысалы хоп. Көкке өзгереді қазір. Океан бұл. Көрме? Мен өзім основном қызылмен жүрем. Мынау да күшті. Көк осы әдемі. В общем, сондай, енді мына жақта бар да, не, подлокотник, мынау енді менің Луи Виттон портмоным. Қол деп қатты кетсең. Қазақша қол тірегіш деп айтады екен. Қол тірегіш, иә. В общем, заттар... Мұны жер сенің кәдімгідей өзіңнің жеке нең болып кетті мындай. Қойма, шкаф. Спальныйдың жанында тұратын шкаф. Бұл жақта очки, мына жақта тәспі, телефон, майда шидетен. Жалпы E-класс андай кішкентай емес. Және де андай S-класс сияқты кең де емес, орташа, қарапайым, кәдімгі айдап жүріп ұнайтын. Иә, біздің возрастқа негізі. Таза ғой, иә. Менің жасыма, мысалы бір 22-23 жастан 30 жасқа дейін үйленгенге дейін, енді 30-да үйленбейік енді. Тезірек үйленейік, бірақ енді пока что бір 4-5 бала-шағаң, 3-4 бала-шағаң болғанша, нағыз көлік, достарыңмен жүресің. Достарыңмен, жаңа аға көке болып кетпесең, S-ға отырып артына отырам деген S-классқа. А так, одан кейін уже 35-40-қа таман уже джип алу керек деген сияқты. Жалпы аспасы жайлы не айтасың? Аспа деген не дейші? Аспа деген? Ходовкасы. Ходовка өте идеально ғой. Идеально, жақсы. Өзіме ұнайды. Мен фук-фук деп терезесін тазалап қойсын. Мынада не бар ма? Өзі біріншіге қойып қойсаң, өзі істеп тұрады. Қатты жауып атса, қатты жауады. Сосын тағы қандай қызықты сәттер болды осы көлікпен? Міне ходовкасына келетін болсақ, ходовкасы өте тамаша, жеңіл, кәдімгідей байқалады, кәдімгідей трассаға шыққан кезде өз-өзін ұстауы деген енді прям андай 220 енді баспауға енді желательно кеңес беремін. Өзімде көп баса бермеймін деп дейді. Баса бермейді, жансеріктің қалай дейтін білеміз ғой. Жоқ, баспаймын ғой. 80-мен жүреді сайынады. Мысалы 240 дегенді кәдімгідей трассада өте жақсы ұстайды. Мен өзім Таразға баратқанда басынан 120-130-бен барам ғой. Таразға баратқанда. 110-нан аспайды. Сен нақты өзің режимді өзгертуге болады, айтпақшы. Сен қайтан айтшы маған 130-бен барам ғой деп. 130-дан аспаймын ғой, мен құрсын. Нақты режимді өзгертуге болады.
спорт плюс. Бұл спорт режимге ауыстырған кезде қандай өзгерістер болатынын білесің ба көлікте? Қандай, сен білесің ба? Иә, сен айтсай өз ойыңды. Мен білмеймін. Қатты басады просто. Жоқ, қатты басқанда иә барлығы сол спортқа бейімделіп, анау ходовкасындағы многореческі ходовкасы қысылып кішкене жерге жатып қалады андай. Қатты болуға тырысады. Кикдаун істей жатсың ба? Әні Жансерге Жамп кет. Итпейтіп аяғын. В общем, сондай жақсы в целом машина. Иә, анау Өзіме ұнайды. Өзім, мысалы, бірақ бұйыртса енді менен міндім ғой бір жылдай. Папама шүкір 570 автокөлігін әпердім. Айтып қаласың. Айтып қаласың. Құттықтап қойыңыздар Жансерік, жақында ғана енді андай оқырмандары емес адамдар бар шығар. Мүмкін. Сол папаға енді әпердік. Папада енді күшті машина бар в принципе. Енді наны мысалы папаңды күшті машина мінсін да деп айтпас үшін, өзім де солай ойламас үшін папаға күшті машина әпердік. Енді бұйырса мынаны бір роднойларға, яғни оқырмандардың біреуіне ойнатам. Бұйырса деп ойлап отырмын. 30 миллионның көлігін Жансерік алдында негізі 70-тік көлікті ойнатқан кезде ол қымбат көлік еді ғой негізі. 15 миллион. 15 миллионның өзін ойнатып жіберу деген, тегін бере салу деген, тоже оғанда батыл қадам керек. Сол кезде ең қымбат көлікті алғаш болып ойнатып бастадық қой. Бір роднойлардан аяғын дичесін рисковать етіп. Бәрі 4-5 миллиондық ойнатып жүрген кезде деш. Жоқ, олай айтпаймын енді, в целом былай бастадық. Жансерік енді 30 миллионның осы көлігін өзін оқырмандарының біреуіне ойнатып жібергісі келіп жатыр. Тегін дарын бере салғысы келіп жатыр. Енді олында бір условиялар бар. GIF деген барлығы білетін шығар. GIF-шік деп әңгіме айтпай қойыңдар. Мен өзім бір жылда бір рет бір қымбат машинамды ойнатып тұрамын, болды. Бір жылда бір рет қымбат машинаны. Әні. Сол. Жалпы тағы не айтасың? Тағы не айтайын? Сұраңыздар. Қызықты оқиғалар қандай болды? Көлікке байланысты. Енді мен үшін әрбір көліктің өзінің бір историясы бар, жаңағы тарихы бар, қызықты кездері бар. Негізі көлік деген қалай айтсам болады, сенің бір жаныңа жақын бір дос ретінде болып кетеді ғой енді. Машина тоже обижается деген бар. Машинаның ішінде отырып сатамын, бірдеңке істеймін десең, саған ренжіп қалады да, сол кезде бұзылып қалады деген сияқты бірдеңкелер болады. Сондықтан да енді машинаны мен махаббатпен қараймын. Мысалы, кәдімгідей енді погода андай осындай қолайсыз болып тұрған болмаса, 2-3 күнде бір жууға тұрсам, қанша жерден кір болып кетпесе де әйтеуір қарап, махаббатпен қарап, бір нәрсесі бір дұрыс емес болып қалса, сразу барып жөндетіп, сонда андай өзім или андай перфекционист болғаннан кейін ба, сондай, короче. Қызықты история дегенде мен в целом былай ойлайтыным, қанша жерден алыс жерге барсаң да, жақын жерге барсаң да жалғыз өзің жүресің ғой көбінесе. Сол кезде шығасың да, сен күтіп тұрады да бұл ше. Жаурап далада күтіп тұрады. Андай сондай бір сезім да өзімде бір енді тірі жан емес қой, енді просто сөйтіп ойлаймын да. Қонаққа кіріп шықсаң да, әрқашанда сенімді серіктесің. Андай мысалы күн суықпай ішіне кіресің да, жылынып аласың, сен солай жылытады ше. Мысалы, андай кәдімгідей енді мүмкін машинасы барлар түсініп отқан шығар, мен не айтып отқаным ше. Мен бұны былай түсініп жатырмын. Бұрында мысалы анау жылқыны айтушы еді ғой, мінсең көлік жесең ет деген секілді. Сол секілді өзінің көлігін сөйтіп барынша не істеп тұр ғой, иә. Жесең ет мынау. Жесең ет. Жоқ, андай. Сатсаң ақша. Жоқ, андай ғой, короче. Енді мені қазір машина айдайтын жігіттер, қыздар түсініп отыр өзі, машина махаббат қой кәдімгідей. Сол сияқты андай кәдімгідей сыртқа шыққан кезде. Өзінің жаныңа жақын болу керек қой ол. В общем, сонда машина туралы қызық историялар не болды? Бір жыл болды енді, көп. Анау бір нені айтып берген ғой, жолда келе жатып өзінен өзі тоқтап қалды деп қатты келді. Енді қызық историялар көп. Айтпақшы, бұда тағы да бір функция бар. Енді біз мысалы телефонда сәл енді көп отырамыз ғой за рулем. За рулем деген енді қатты келе жатқанда отырмаймыз ғой. Просто пробкада тұрасың осылай. Алматы кептеліс қой енді. Кептелісте тұрасың да. Ар жақта қызылда тұрады машина көп. Жасыл жанады, машина бір жүреді. Сен бір басыңды көтересің да, машина жүрген көресің да, газды басасың ғой. Сөйтіп қайтып телефонын қарап қалғам ғой бір рет. Газды бастым да, ар жақта машина жүріп баратыр деп ойлап. Сөйтсем алдымдағы бір машина резко тоқтап қапты да. Мынау менің машинам, мен алдымда тұрған машинада резко тоқтады, мен қарамағам. Сөйтіп мынау өзі қырқ деді да, 4 дөңгелегін тартты, өзі тоқтап тастайды бірген. Сондай функция бар, короче, андай. Алдынан самоторможение өзі тоқтатады. Алдынан қандай да бір кедергі шықса, өзі тоқтап тастайды. Полностью қырқ дейді да тартып тастайды. Қорқып кеттің бе? Тақалып кәдімгідей тоқтап қалдым сол кезде. 2 рет болды сондай ситуация. Енді
көліктің ішін көрдік, интерьермен таныстық, сыртқы экстерьерін көрдік. Жалпы ішінде айттың көп адам сыймайды, бірақ жас балаларға нағыз машина деп. Енді жүк салғыш қандай екен көрейік. Багажник. Багажник, жүк салғыш. Зат көп сыя ма, көп сыймай ма? Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, негізі багаж былай сырт көзге қарайтын болсақ, багажнигі тар сияқты, бірақ әжептәуір кең. Жақайдың барады ғой, короче, жақайдың барады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қаншама пакет жатыр, қаншама коробка жатыр. Аяқ киімдер, мынау, короче, заттар ғой, пакеттер. Вот осындай. Багажник кең жалпы. Мына жерде өзің нелерің бар. Өзіме жетеді деші? Өзіме жетеді, смело. 3-4 чемодан смело сияқты. Кнопкасы болғанда, Солысы ғой, айтпақшы, бір Мерседестің енді қанша жерден қымбат болса да, кнопкасы жоқ. Кнопкасы болу керек еді, жаңағы. Кейбір машиналар бүйтіп ашып атады, бүйтіп аяғын астына сәнсіз бүйтіп. Ол жағын енді Lexus өлтіреді. Өшім сондай. Енді бүгінгі шоу ұнады деген ойдамыз. Қалай сіздерге бағасын беріңіздер? Жансерік автоблогер деген осы кісі болады міне. Бұл көлікті негізі біз дрон дайындап алып келіп, аспанға коптер ұшырып, сөйтіп тұрып түсіреміз деп ойладық, бірақ ауа райы осындай болады деп ешкім ойламағандықтан, міне осындай қылып түсіруге мәжбүр болып тұрмыз. Сол үшін бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамыз. Жансерікке алғысымызды білдіреміз. Міне Жансерік Қадырбаев, болашақ медицина деп андай. Бүйтіп тұрсың. Все, рахмет үлкен. Келесі кездескенше пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жазыңыздар. Кімді келесіде қонаққа шақырайық. Майкар KZ арнасы қосылы болсын. Рахмет.